Сонымен уақыттар өтіп зымырап, биылғы жылы мен былтырғы жылы 23 жылы келіншегім жаңағы мал өсірейік деп несие алдық 2,5%-бен. Соның өсімімен үйтіп қайтарам ғой деп жүргенде биыл мен үстімнен іс қозғады 430 жаптым. Сот үкімін қасақана орындамау деген. Мен қасақана орындамай отырған жоқпын дедім тергеуде. Біздің қасақана жер байлығымызды шетелге, Ресейге, Қытайға тығындап жатқан, мен төлемей отырғанға мен кінәлі емеспін. Төлеткізбей отырған, біздің мүмкіндігімізді ата-бабамнан қалған жерде менің ырзығымды қолыма жеткізбей бермей отырған Тоқаев Назарбаевтың жүйесі, жемқор билік кінәлі. Қасақана істеп отырған солар, мен емес дедім. Егер мен 150 мың теңге жалақы алып отырсам, мен 150 мың теңгеден ай сайын беріп отырып, 2 жылда құтылып тастайтын едім ғой. Жоқ, мен олай мүмкіндік жасаған жоқ. Менің жалақым 120 мың теңге. Инфляция 20% көсет, біздің жалақымыз 20% көсет. Өйткені түсінікті, жемқорлар, жалмауыздар